Бәріңізге сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер. Біздің өткір тақырып арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Ринат Заитовтың атышулы сұхбаты болмақ. Жалпы Ринат Заитов не деді? Осыған бір тоқталып өтейік. Ринат Заитов оқу-ағарту министрінің мектептерге оқушыларды хиджабпен кіргізу мәселесін муфтиятпен ақылдасамын дегенін сынап тастады. Бізде көп шенеуніктер өздерінің ойларын жеткіземін деп ойлап, басқа нәрсе айтып кетеді. Мен өзімнің оқу-ағарту министрлігімен керемет жақындығым жоқ. Мүмкін оның муфтимен ақылдасамын дегені сақтанғаны шығар. Ертең мені қазақтар жеп қоймасын деп жауапкершілікті ысыра саламын деп ойлағаны болар. Бізде тек қана муфтият емес, христиандар және басқа да діндер бірлестігі бар. Әрбір діни бірлестіктің өзінің басшысы бар, нағып солар шу шығармайды. Себебі көптеген мемлекеттерде арандату және тағы басқа дүниелер өкінішке орай ислам діні арқылы келді. Маған алдында бір кездесуде Қаршадай 10-шы сынып оқушысы неге біздің мектепте орамал хиджаб таққызбайды деп сұрақ қояды. Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, бірақ діни атрибутиканың айналасында әңгіме туатын болса, шешімді тиісті министрлік айтуы керек. Неге бізде бұл әңгіме жыл сайын қозғалады? Менің ойымша, осы арқылы қоғамның арасына іріткі салып отырған топтар бар, деді депутат Адырна ұлттық порталының YouTube арнасына берген сұхбатында. Мен сізге факт айтайын, Қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың 80%-ін жасап отырған қауым бұл намаз оқитындар. Өтірік десе бетіме бассын. Тіпті қарапайым базарға барыңыз, басқа жерге барыңыз, Алла деп тұрып адамды алдап жатыр. Онда жанашыр адамдар осыны түзетсін, дейді Ринат Заитов. Қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың интернет басқа 80%-ын жасап отырған қауым намаз оқитын қауым. Осы сұхбаттан кейін Ринат Заитов өзіне ақпараттық шабуылдар жасалып жатқанын мәлімдеген. Кейінгі 2 күнде маған қарай екпінді ақпараттық және психологиялық шабуыл басталды. Оны өзімде күткенмін, себебі оған етім үйренген. Мұндай шабуылдар маған 2008, 2011, 2019 жылдарда жасалған. Жасырмаймын, оңай емес, бірақ шыдауға тура келеді, деп жазды ол парақшасында. WhatsApp-ма шығып қорқытпақшы болып жатқан батырсымақтар, сендерден шошып жүретін жағдайым жоқ. Аптасына 5 күн жұмысқа жаяу барып, жаяу келемін. Қылатындарыңды қылып алыңдар. Оққағарым да, сендер айтқан братвам да жоқ. Сенгенім бір Құдай, деп қосты депутат. Енді біз сіздерге осы Ринат Заитовтың сұхбатына оның өнердегі әріптесі ақын Балғынбек Имашевтың видео үндеуін ұсынамыз. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Заитов Ринат Рифатұлына. Ей Ринатжан, айтыста да қайтыста да бетіңнен қақпадық. Айтқыздық, ел болып батыр қылдық. Қошанатпен істегеніңді кешірдік, қошанатпен жүргеніңді құптадық. Аманатқа қарсы кезінде де, партияға жаршы кезінде де қолдадық. Өз басым уақытқа дейін артық ауыз айтқандарыңа, жала жапқандарыңа, бұрыс пікірлеріңе үндемедім. Бірақ бүгінгі шулатып отырған сөзіңе арнайы үн қатпасам болмады. Сенің маған ақпараттық шабуыл жасалып жатыр деген жазбаңды оқып, бауырымды қорғай қояйыншы деп әлеуметтік желіні ашып қарасам, алаяқтықтың 80%-ін жасап отырғандар намазхандар қауымы. Өтірік болса бетім айтсын деп айды аспанға шығарыпсың. Құдай-ау, бұл не деген статистика? Қандай арифметика? Мұндай сандарды қайдан алдың? Бұл саған базарға барып шемішке майының бағасын біле салатындай дүние емес қой. Өтірік пайызға шағып, халықтың миын қатырғанды қою керек. Сенің айтыста эмоциямен айтатын шумақтарыңа ашуланбаймыз. Ал мәжіліс депутаты ретінде намаз оқитын қауым туралы дәлел-дәйексіз пікір айтуға қарсымыз. Мешіттің ішіне көп бара қоймайтын адамның намазхананың ішіне кіріп шыққандай сөйлеуіне жол болсын. Депутат халқының қамын ойлап, елдің сөзін сөйлейтін саяси тұлға. Сен тіл тигізіп отырған намазхан қауым да сол халықтың бір бөлшегі. Сенің сөзің бір адамға ғана емес, тіпті Аманат партиясына ғана емес, парламент мәжілісіне ғана емес, бүкіл Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлеріне ұят келтірді. Сен елді екіге бөліп, намазхандар мен зайырлы қауымды жауластырып қойдың. Заң бойынша бұл үлкен қылмыс, дін бойынша да ауыр күнә. Жалпы сенен өтініш, алдағы уақытта өзің білмейтін тақырыпқа соқтықпашы. Көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама, қазақша айтқанда. Дін атаңнан қалған мал емес, сенің айдауыңмен жүретін. Осылай отпен ойнаймын деп, Алла төбеңнен ұрса, шиеттей бала-шағаңа, отбасыңа обал ғой. Постында барша мұсылманға жаланың жапасын жағып артынан, мыналар маған тиісіп жабылғалы жатыр деп байбалам салғаным қалай болды? Осы ер адамның ісі ме? Сонда саған аузыңа келгенді айтып, ойыңа келген жаланы жабуға болады да, саған қарсы жауап беруге болмай ма? Абай атамыздың сен сияқты эмоциясына берілген адамдарды лап бергіш,
қайталанғыш, көтайланғыш деп сипаттаған білесің. Қорықпаймын деп жазған постыңның астында елдің артына тығылып отырған қорқақ қоян көріп отырмын. Сен намазхандардан қорықпа. Маңдайы сәждеге тиген Алланың құлдары саған ешқандай қиянат жасамайды. Сен намазхандардың Раббысы Алладан қорық. Алладан бір бәле келетін болса, үйің мен жұмысың арасында жаяу жүрмек түгілі бронежилет киіп, бронированный көлікте отырсаң да, тіпті жер астындағы бункерге кіріп кетсең де, табатын бәле сені тауып алады. Сондықтан бұл тақырыпта білімсіз сөйлеуден сақтану керек. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады. Жеке басыма қандай сын айтсаң да, әй Балғынбек, мынауың дұрыс емес, мынауың айып болды десең де, мән бермесем. Бірақ Алланың дініне, мұсылман бауырларыма тіл тигізіп жатқаныңды үндемей отыра алмадым. Сәлеммен саған ойнап та, қайрап та, қатты да, жайрап та айта алатын Балғынбек Жездең. Және осы сұхбатқа байланысты Нұртас Адамбай да Ринат Заитовқа видео үндеу жолдаған екен. В данном видео я бы хотел обратиться к депутату парламента Республики Казахстан по фамилии Заитов. Депутат Заитов, прошу вас, как гражданин нашей страны, предоставить доказательства своим словам, которые вы произнесли в одном из интервью, о том, что якобы 80% мошеннических действий в нашей стране совершаются людьми, которые совершают намаз. Прошу вас предоставить доказательства этим словам. В противном случае лично я буду считать вас просто болтуном. А болтунам, как известно, не место в таком месте, как парламент. Поэтому, если вы не предоставите доказательства этим словам, которые порочат верующих людей, оскорбляют их чувства, прошу вас оставить кресло депутата и уступить его более компетентному человеку. Потому что люди, которые не могут ответить за свои слова, не должны представлять законодательную власть в нашей стране. Спасибо. Міне, құрметті достар, құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз осындай болды. Өзінің сұмдық сұхбатымен айды аспанға шығарған Ринат Заитовтың жалпы не айтқысы келді және оның ойы дұрыс па? Немесе оның айтқысы келген ойын халық дұрыс түсінбеді ме? Осы жайлы достар, өздеріңіз пікір қалдырыңыздар, бағасын өздеріңіз беріңіздер. Ал менің сіздерден өтінерім, арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біз сіздерге жаңалықтар жеткізуден жалықпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, құрметті достар.